Есепте құйма және қоспа сынды есептерді шатастыратын болсаңыз, және де концентрлі ерітінділер қандай болатынын білгіңіз келсе, қоспадағы массалық үлесін анықтауды білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бірінші есептің шарты мынадай: 10 грамм мыс және алюминий қоспасын 96% азот қышқылымен өңдеді. Нәтижесінде 4,48 литр қалыпты жағдайда газ бөлінді. Бастапқы қоспадағы заттардың массаларын және де алюминийдің осы қоспадағы массалық үлесін анықтау керек. Мінекей мен осылай берілген жазып алдым. Көбіне біз есептерде қоспа, құйма дегендерді шатастырып жатамыз. Яғни бұл жерде көптеген теорияларды үйренуге болады. Мысалы, мына жерде мыс және алюминий қоспасы дегенді мен осылай белгілеп алдым. Өйткені қоспа дегеніміздің өзі түйіршіктер арқылы араласқан заттарды айтады. Мысалы, қоспа деп өзі айтып тұр. Мысалы, мына жерде мыстың бірнеше түйіршігі мен алюминийдің бірнеше түйіршігі араласып кеткен затты қоспа деп айтады. Яғни оны ажыратуға болады. Бұл жерде яғни химиялық реакция жоқ затты біз қоспа деп айтамыз. Яғни бұл жерде сондықтан да осылай белгілеп қойдық. Және де бізде құйма деген заттар бар. Мысалы, құйма дегеніміз, құйманы да тура осылай белгілеп жазады. Мысалы, мыс пен алюминий құймасы деп айтады. Ол кезде құйма дегеніміз бір темірдің ішінде бір үлкен бөлікте темір болатын болса, соның ішінде оны, яғни біз химиялық жол арқылы ғана бөліп ала алады екенбіз. Ал бұл жерде қоспа берілген, тура сол құйма сияқты белгіленуі бірдей болады. Ал біз осы қоспаларды физикалық жол арқылы қолмен де ажыратып алады екенбіз. Соны түсіндіріп жатырмын. Енді бізде есептің шартында сонымен қатар концентрлі деп айтылған. Концентрлі екенін білу үшін ол 60% бен 100% арасындағы ерітіндіні, яғни концентрлі деп атайды. Бұл жерде азот қышқылы 96%, яғни өте концентрлі екендігін көруге болады. Және де газ бөлінген деп айтылған нәтижесінде. Енді осы процесті біз көзбен көру үшін әрине бірінші біз реакция жазып алатын боламыз. Және де бір айта кететін жағдай, бұл жерде есептің шартында көрініп тұрғандай концентрлі азот қышқылы болғандықтан қоспадағы мыс немесе алюминийдің барлығымен бірдей әрекеттеспейді. Өйткені өзі бізде ереже бар, яғни концентрлі азот қышқылы алюминиймен реакцияға түспейді. Қандай жағдайда реакцияға түседі? Егер осы азот қышқылын қыздырған жағдайда ғана, концентрлі жағдайда қыздырғанда ғана реакцияға түседі. Сондықтан да біз осы қоспадағы тек мыспен реакциясын қарастыратын боламыз. Бұл реакция былай жазылады: мыс қосылған HNO3. Мінекей достар, осындай реакция мыстың азот қышқылымен реакциясы осындай жүреді, және нәтижесінде бөлінген газ деп айтылған болатын NO2 газы. Өзіме ыңғайлы болу үшін астын бір сызып, мысалы, мына жерде қоспаның массасы екеуіне тиісті болғандықтан 10 грамм деп жазылған. Ал менің жағдайымда мен мыс бойынша реакция қарастырып отырмын. Сондықтан да осы мыстың жоғарысына 10 грамм деп жазам. Бұл 10 грамм мысқа да алюминий қатысты, яғни екеуінің массасы 10 грамм. Және де бізде мына газдың массасы берілген, көлемі 4,48 литр табу керек. Және осы қоспалардың әрқайсысының массасы және алюминийдің осы қоспадағы массалық үлесін. Ең бірінші біз осы берілген шама бойынша есеп жүргіземіз. Яғни 10 грамм бойынша біз оның зат мөлшерін анықтай алады екенбіз. Зат мөлшерін табу формуласы масса бөлінген М-ға. М дегеніміз МР-ға тең. Массаның мәні 10 грамм бөлеміз М-ға. Яғни мыстың МР молекулалық массасы 64-ке бөлеміз. Калькулятормен бөлетін болсаңыз 0,56 болады зат мөлшері. Кейін мыстың зат мөлшерін анықтап алдық. Енді мынау берілген көлем бойынша зат мөлшер анықтаймыз. Көлем бойынша да зат мөлшер табу формуласы бар. В бөлінген ВМ-ға. В дегеніміз бізде осы көлем 4,48. Бөлеміз ВМ деген тұрақты шама 22,4-ке.
0,2 болады. Және де алдында тұрған мына коэффициентке бөліп жібереміз. 2-ге бөліп жібереміз. Осы шыққанды бөлеміз 2-ге. 0,1 болады екен. Мына жерде мыстың алдында 1 бар, сондықтан да біз бөлген жоқпыз ештеңеге. Анан алдында реакция теңдеуі бойынша 2 тұр. Сондықтан 2-ге бөлдік, 0,1 болды. Енді бізге қажетті зат мөлшерін анықтау үшін екеуін салыстырамыз. 0,156, 0,1. Қайсысы кіші? Әрине 0,1 кіші. Осы бойынша әрі қарай есебімізді жүргізетін боламыз. Яғни осы зат мөлшері бойынша біз мыстың массасын тауып аламыз. Оны табу үшін осы формуладан түрлендіреміз. Масса табу формуласы екеуі көбейтіледі. Не көбейтілген m-ға. Табылған 0,1-ді көбейтеміз 64-ге. Өйткені мыстықы 64. Молекулалық массасы сол кезде 6,4 грамм болады. Мына жерде мыстың массасы 6,4 грамм болады. Ал енді біз қоспадағы жалпы массасы 10 грамм екені белгілі болатын болса, осы 10 граммнан азайтамыз 6,4-ті. Сол кезде бізде алюминийдің массасы шығады. 10 грамм азайту 6,4 грамм. Сол кезде 3,6 грамм. 3,6 грамм болады екен. Есептің шарты бойынша осылардың массаларын табу керек, яғни әрқайсының мыстың алюминийдің мінекей. Екеуін қосқанда, яғни 10 грамм шығады. Дұрыс болды. Және де осы алюминийдің массалық үлесін табу керек. Массалық үлес табу формуласы омега тең жиі есептерде қолданылатын формула масса практикалық, масса теориялық көбейтілген 100%-ға. Жалпы бұл жерде масса практика теория дегенді ажырата алмайтын болсаңыз, бұлай түсінуге болады. Мысалы, мәндері, бұл жерде алюминийға қатысты мәндер. Ең бірінші масса үстіне, мына бөлшектің үстіңгі массасына кіші масса қойылады. Кіші масса дегеніміз, яғни бұл, мына екеуін салыстырамыз, қараңыз, 3,6 мен 10 граммды салыстырамыз. Бізге жалпы масса керек, және алюминийдің өзінің жеке массасы керек. Осы жеке массасын бөлеміз жалпы массаға. Яғни кіші массаны үлкен массаға бөлеміз. Бұл жерде процент дұрыс шығу үшін. Солай есте сақтаңыз болады. Мысалы, қоспаларда осы жалпы массасына өзінің массасын бөледі. Яғни өзінің массасы 3,6, оны бөлеміз жалпы массасына. Көбейтеміз 100%-ға. Сол кезде бізде 36% болады екен. Әнекей. Калькулятор бойынша бөліп көріңіз, 3,6-ны 10-ға бөліп, оны 100-ге көбейтеміз, сол кезде 36%. Сонда қоспадағы алюминийдің массалық үлесі 36% екен. Және де заттардың массалары, қоспадағы заттардың массалары 6,4 грамм мыс үшін, 3,6 грамм алюминий үшін екен. Мыс және магнийдің осындай ұнтағы берілген 12 грамм. Осы ұнтағы дейді орта фосфор қышқылының артық мөлшерімен өңдеді дейді. Қалыпты жағдайда 5-6 литр осындай газ бөлінді. Және бастапқы қоспадағы мыстың массалық үлесін анықтау керек. Алдыңғы есепке ұқсайды, бірақ және де түсіндіретін бірнеше нелер бар. Бұл жерде орта фосфор қышқылы деген сөз бар. Яғни орта фосфор қышқылы дегеніміз бұл кәдімгі өзіміз білетін H3O4, яғни фосфор қышқылы. Осы екінші атауы, яғни оның орта фосфор қышқылы деп те атайды. Бұл жерде реакцияда есеп шығарған кезде реакция жазу керек. Реакцияның қалай жүретін білу үшін міндетті түрде осы қоспадағы бір металмен реакциясын жүргіземіз. Яғни бұл жерде міндетті түрде біреу реакцияға түспейді, немесе жүру жағдайы дұрыс келмейтін болып шығады. Яғни мысалы бұл жерде мыс пен фосфор қышқылы әрекеттеспейді, яғни ол сутектің орнын баса алмайды. Сондықтан да біз магний мен орта фосфор қышқылының арасында реакцияны жазатын боламыз. Мінекей, достар, осындай реакция жүреді. Реакцияның теңестіріп қойдым. Яғни теңестіру дегеніміз, яғни алдына коэффициенттер арқылы теңестірдім. Және де реакцияда мынау белгі газ деген мағынаны береді. Бұл жерде есептің шартында айтылған
мынанша литр газ бөлінеді деп және мәндерін қойып шығатын боламыз. Бұл жерде дәл солай қоспаның массасы осы магний бойынша қарастырамыз. Сондықтан да 12 граммды осыған жазатын боламыз. Және де мінекей газдың көлемі 5,6 литр. Осы бойынша бізден зат мөлшерлерін анықтап аламыз. Осы формуланы жақсылап жаттап алсаңыз, көптеген есептерде қолданылады. Магний бойынша, яғни массасы 12, магнийдің мрі 24. Нөл 5 болады. Екінші көлем бойынша дәл солай, алдыңғы есептегідей, В бөлінген Вм формуласы. В дегеніміз 5,6. Вм тұрақты шама 22,4. Екеуін бөлген кезде 0,25. 0,25 моль. Және де бұл жерде есептің шартында айтып тұр, артық мөлшерімен деп тұр. Және де мына екі берілген шаманың алдында 3 бар. Екеуі бұлай қысқарып кетеді. Сол кезде мына артық мөлшерде реакция жүргенін көруге болады. Яғни бұл жерде 2 болып тұр. 2 есе осы фосфор қышқылымен әрекеттескендігін көруге болады. Мынау 1 есе болып тұр, егер алдындағы сандар қысқарып кеткенін көрген болсақ. Алдындағы сандарды 3 қысқарып кетеді, сол кезде мына 2 есе екендігін көруге болады. Және сондықтан да осы жерде екі зат мөлшерін салыстырамыз. Және ең кішісін аламыз. 0,5, 0,25. Әрине 0,25. Осы бойынша есеп жүргіземіз. Яғни реакция теңдеу бойынша біз магнийді алған болсақ, бірінші біз магнийдің массасын табамыз осы мөлшері бойынша, зат мөлшері бойынша. Нью көбейтілген М-ға. Сонда 0,25-ті көбейтеміз 24-ке. Сол кезде 6 грамм болады. Осы 6 грамм, енді осыны қайтадан мыстықын тауып отырмаймыз осы зат мөлшері бойынша. Бірінші біз реакция бойынша магнийді алған болсақ, магнийдікін бірден тауып алдық, осы екеуін салыстырып. Магнийдің массасы 6 грамм болса, ең бірінші шартында берілген 12 грамм қоспадан азайтамыз 6 граммда. Сол арқылы біз мыстықын табамыз. Яғни массаны 12-ден азайтамыз 6-ны 6. Сонда мыстың массасы 6 грамм екендігін көруге болады. Екеуі 6. Енді оның массалық үлесін табу үшін осы мыстықын табу үшін өзінің мыстың массасын бөлеміз жалпы массаға деп есте сақтап алайық. Өзінің массасы 6 грамм, жалпы масса 12 грамм. Және 100%-ға көбейтеміз, сол кезде 50%. 6-ны 12-ге бөліп, оны көбейтеміз 100-ге, сол кезде бізде 50% болады екен.